Сәлемдер сіздермен бірге мен Сары Мысық. Менің жаңа видеома қош келдіңіздер. Уже каналда біраз уақыт өтті, жаңа видео шықпай кетті. Уже бір жылдай уақыт өтті, мен уже видео түсірмей кеттім. Және көп уақыттарға жоғалып кеттім. Не үшін видео шықпай кеткен себебі бұның өзінің жағдайы бар болды, менің қолым босамады. Сондықтан каналда жаңа видеолар шығара алмадым. Сондықтан мені кешіріңіздер деп ойлаймын. Бірақ мен қайта оралдым, енді каналда жаңа қызықты видео шығатын болады. Видеомыз бастайын жетіп лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер, ал біз бастаймыз. Бүгінгі видеода мен сіздерге өте қызықты сиқыр мод көрсететін боламыз. Шын мәнінде ендігі көрсететін модтардың бәрі өте қымбат модтар, кәдімгі ақшамен сатып алуға болатын модтар. Мен осы уақыттың ішінде Майнкрафттан бет барыс ойын ойнап, көп тиын жинап, осындай күшті модтар сатып алған болатынмын. Енді алдағы видеоларда сіздерге өте күшті модтарды көрсететін боламын. Және егер жаңа видеоларды күтіңіздер, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Егер мен қайта жоғалып кетпесін десеңіздер, осы видео көп просмотр жинаса жақсы болады. Жарайды, енді модқа кірсек, көріп тұрыңыз, бүгінгі көрсететін мод ол сиқыр жайлы. Сиқыр жайлы мод көрсетеміз. Көріп тұрыңыз, бізде осындай сиқыршының киімдері бар екен. Киіп алайық. Қалай сіздерге жарасам ба? Бүгінгі сиқыр көрсетіп аламыз сіздерге. Бізде еще разные заттар бар. Бірінші очередь бізде осындай кітап бар екен бізде. Және бұл сиқырлы кітап. Бұл кітап арқылы біз сиқырларды және басқа нәрселерді көруге боламыз. Көріп тұрыңыз, әртүрлі заттар жайлы жазылған бұл жерде. Мінекей сам сиқырлардың өздері жазылған. Осы кітап оқу арқылы біз қалған сиқырлардың қандай екенін біле алатын боламыз. Жарайды, енді сіздерге сиқырларды көрсете бастайын. Мінекей бізде осындай әртүрлі сиқырлар бар. Және сиқырлардың көпшілігі разные элементтермен жасалынады. Оларға жаңа жел, сиқыр, от деген секілділер. Және сиқырлардың көпшілігін модтарға сынап көретін боламыз. Бірінші осындай сөндірге сынап көрейік. Бірінші сиқыр бізде жел сиқыры, және жел сиқыры оқтары үй табысқа лақтырып жібереді. Келесі сиқыр бізде осындай сиқыр, сиқыры шеңбер шығарады. Және ол шыққан сиқыры шеңбердегі символдар өстіп өле бастайды. Шеңбердің ішіне сіз тұрсаңыз, сізге қауіпсіз болады. Ал сырттағы символдар сізге шалдағыз десе, шеңберге кірсе өздері өліп қалады. Көріп тұрған сиқырлардың барлығында осындай сиқырлы таяқ, осы сиқырлы таяқпен, палочкалар және кітаппен жасалған екен. Және әр сиқырда қолданғанда бізге мана кете бастайды. Әрі өзінің уақыттары бар сиқырдың қосылу үшін. Келесі сиқыр бізде жарылғыш сиқыр сияқты. Міне өстіп блоктарды жарып тастайды. Өзінің уақыты кетіп жатыр, және бізде манамызды кетіп жатыр. Мана өзі тоға бастайды. Сіздер бұл сиқырды көрсеттім. Келесі сиқыр бізде мұз сиқыры. Және бұл сиқыр модтарды уақыттырады және мұздата бастайды. Өстіп өлтіруге болады екен. Келесі сиқыр бізде шақыру сиқыры. Және бұл арқылы біз зұмұртный көлімдерді шақыра аламыз. Шақырдық көлімді. Және ол бізді қорғайды модтарды өлтіріп. Келесі сиқыр бізде шөлмектері. Ол модтарды өздеріне тартады. Және сол жерде өз тартып өлтіре бастайды. Көптен жыл бар оған тартып өлтіріп тастады. Енді тұрмады ол. Кететін көлікті бізге қауіпсіз болу үшін. Мінекей өлтірдік. Келесі сиқырды айттым сіздерге, осындай шөлмектері жасай алады. Және модтар өзін тартып, сол жерде өлтіреткен. Келесі сиқыр бізде от сиқыры. Және осындай отты шарлармен атады. Мінекей осындай отты шарлар ата бастайды. Ол сиқыр мана кете бастайды бізде. Келесі сиқыр бізде бұл сиқыр время десе, уақыт сиқыр десек болады. Және оны біз күн мен түнді кері айналдыра аламыз. Азан мен күн қыла саламыз. Өстіп түн батуға болады. Біздің манамыз азғарды.
ешкім манамыз толмасын. Өйстіп уақытты кері айналдырмақпыз. Так, біздің манамыз жетпей жатыр сиқырды рай қолдану үшін. Азан қылдық, енді қауым оттарын сонша шабыларын ойлаймын. Так, големді шақырайық. Так, қалғанымыз големді шекілі. Так, достар, біз енді келесі сиқырларға кіріп кетейік. Бұл сиқырларды сіздерге көрсеттім. Қап бізге шабылдап жатыр. Так, келесі сиқыр бар да көрсетейік сіздерге. Так, енді біздің келесі сиқырымыз ол нарзағай сиқыры. Және бұл сиқыр арқылы біздің оттарды нарзағайға шабылдап. Так, біздің манамыз жетпей жатыр. Неге үстіп өлтіре аламыз мұттарды. Так, келесі сиқыр бізде свет сиқыры. Және бұл осындай сиқырлар шаруа шығарады. Және ол сиқырлар түнде жарық болатын болады. Ошын түнде осымен жарық сиқырымен не істесек болады. Так, келесі сиқыр бізде какой-то бір сиқыр, түсінбедім қандай сиқыр екен. Шамасы біздің манамызды өте жылдам толтыратын секілді. Сондай сиқыр сияқты. Так, келесі сиқыр бізде мұқтарды тауыққа жібереді. Неге тауыққа айналдырып жібереді. Так, келесі сиқыр осындай сиқыр, осындай ұшатын бас шығарады. Және бұл ұшатын бас мұқтарын шабылдайды екен. Келесі сиқыр бізде ұшатын сиқыр. Ұшамыз. Өте жақсы сиқыр бар. Егер тоқтатсақ, біз жерге уақыттар жібереді. Біз басқа аяқтап болдық қой. Келесі сиқыр бізде жел сиқыры. Осындай торнадо шығарады. Және торнадо мұқтарды есіп уақыттар жібереді. Сам торнадо бізге қауіпсіз, бізге тиіспейді. Так, біздің қалған заттарымызды табайық. Мінекей біз келдік. Енді сізге көріп тұрмыз деп барлығы сиқырларды көрсеттім. Енді сізге келесі заттарды көрсетейік. Бізде осындай заттар бар. Көріп тұрмыз деп осындай бізде пішене бар. Және бұл пішене біздің манамызды толтырады. Егер біз сиқырды үсті көбірек тұрасақ, біздің манамыз кетіп, және бұл пішене біздің манамызды сразу толтырады. Келесі бізде осындай духовный зат бар. Және бұл нәрсе зомбилерді сиқырмен өлтіргенде пайда болады. Қазір мұқтардың онша пайда болған жоқ, бір керуен нәрселерден пайда болады. Так, келесі бізде осындай серия. Көріп тұрмыз деп біздің манамызды толтырады. Біреуісі сиқырымызды күшейтетін сиқыр. Мінекей тұстар, сіздерге барлық сиқырларды көрсеттім. Саммот өте ақша тұрады, 100 тиын тұрады. Мен осы Майнкрафттың өзіне сатып алған болатынмын. Егер сіздерге мод қызық болса, Майнкрафттың өзіне барып таба аласыздар деп ойдам. Ал сіздермен болған мен Сары Мысық. Осымен біздің видео аяқталды. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.